Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге санторттың рецептімен және өзімнің қалай жасайтыным жайында көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Бұл торт 59 жастағы әкемізге арналады. Клиенттің заказы бойынша. Бізге ең бірінші керек заттармен таныстырайын. Шекер, жұмыртқа, ұн, какао, разрыхлитель және ерітілген сары май. Ең бірінші біз жұмыртқа мен шекерді жақсылап көпіртіп, ақ көбігі шыққанша миксермен араластырып аламыз. Мен тоқты қоспай қойған екем, қосып келіп қайтадан араластырдым. Осылай араластырып, ақ көбігі шыққанша, міне осылай болғанша араластырасыздар. Және үстіне ерітілген сары майымызды құйып шығамыз. Жақсылап араласып болған соң миксерді тоқтатып, ұнды қанша грамм екендерін мен описанияға жазып қалдырып кетемін. Какаоны осылай үккіштен өткізіп алдым, себебі ішінде түйіршіктері болады. Сондықтан осындай үккішке өткізіп алғандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Және үстіне разрыхлительді қосып, 3 қоспаны жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң, осылай мен 2 бөлікке бөліп араластырып алдым. Жақсылап араласқанша араластыра бердім. Екінші бөлігін де салып, оны да жақсылап араластырдым. Және осылай әдемі қоймалжың тестамыз дайын болды. Енді бұл тестаны мен арнайы осы кондитерский мешокқа салып алдым. Телефон дұрыс болмайған екен, дұрыстап қойып, қайтадан осылай салып алдым. Мешокқа салып алсаңыздар, өздеріңізге де ыңғайлы болып шығады. Мен бірінші осындай 5 деген санды және 9 деген санды қатты коробкаға кесіп алдым. Бұндай кондитерский магазиндерде арнайы 1-ден 9-ға дейін сандар, 0-ден 9-ға дейін сандар бар. Алып алсаңыздар болады. Осылай жасап алдым. Үстінен басып, және де мен бұл жазылған бетке емес, арғы бетіне құйып шығамын қамырды, өйткені мына бетінен аударғанда беті тегіс шығу үшін. Осылай аударып алған кезде бет тегіс болып шығады. Енді мешокқа құйған тестамызды осылай жазылған қарандаштың ізімен осылай толтырып шықтым. Сосын қасықпен бетін тегістеп шықтым, әдемілеп. Менде 6 корж болды. 6 коржды да әсел печкаға пісіріп алдым. Сосын осылай барлығын үстінен басып, әдемілеп тегістеп шықтым. Сосын кремін дайындауға көштім. Менде 800 грамм творожный сыр және 34%-лық
сливкиді қолдандым. Бірінші творожный сырт жақсылап араластырып алдым, өйткені түйіршік болмас үшін. Одан кейін екінші ыдыстағы сливкиді көпіргенше араластырдым. Сахарный пудра болса, сахарный пудра болмаса, мен өзім шекер қостым. Шекер қоссаңыздар да болады, еріп кетеді. Осындай әдемі қою крем болып шықты. Дәмі де өте керемет болады. Оны да осындай кондитерский мешокқа, осындай домалақ насадкаға салып, үстіне кремді салып алдым, жақсылап толтырып. Енді креміміздің барлығын осындай дөңгелек етіп, әдемелеп жағып шығамыз. Екінші коржды салдым бетіне. Міне осылай шықты, тортым осылай шығып жатыр. Бағалап кетіңіздер. Комментарияға ұнаса, ұнады, ұнамаған жерлері болса, оны да жаза кетсеңіздер. Бір комментария жазылса да мен қуанамын. Ең үстіңгі бетіне осылай барлығын домалақ етіп шықтым. Соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Ең соңында әдемілеп сәндеп шығамыз. Міне осылай әдемі торт болып шықты. Енді бізге бетіне әрлеуге осындай құлпынаймен апельсин және орео печеньесін қолдандым. Осылай қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Не осылай өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты сәндеп шықсаңыздар болады. Енді торт істегеннің бір плюс жерін айтайын. Үйдегі балдарымның туған күніне, туысқандарымның туған күндерінде өзім істеп апарамын. Өзімнің сыйлығым үшін сыйлық қылып апарамын, болмаса былайша істеп барамын. Оншалықты қымбат болып кетпейді. Осындай моншақтармен сәндеп шықтым. Көрінетін жерлерін әдемі болу үшін. Міне енді менің 59 деген тортым, сан тортым дайын болды. Міне осылай әдемі болып, мен сыртқа алып шығып, әдемі жарықта түсірдім. Сіздерге арнайы әдемі көріну үшін. Клиентіме ұнады. Сонда керемет активтар келді. Сіздер де осылай сан торт жасап, болмаса былайша торт жасап та ақша таба аласыздар. Менің каналыма тіркеліп, подписаться етулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар.